Ассаламу алейкум алтындарым. Менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін қатпарлы самса дайындаймыз. Ең алдымен бізге дайын осындай қатпарлы нандар керек. Және де бізге осылай тыква, одан кейін 2 пияз және де етті өстіп турап аламыз. Мен бұл жерде тыкваның және жартысын қолдандым, және де пияздың бір данасын ғана қолдандым. Өте көп болып кетті. Менің салмам сол себепті осылай кішігірім ғана өлшеп салып алдым. Және де нандарымды 75 граммға өлшеп весаға қойып оларды дөңгелектеп алдым. Осылай суға малып, және де жаңағы ішіне салатын салмамызды саламыз. Салмаға тұз, бұрыш және де самсаға арналған арнайы дәмдеуіштерді қосамыз. Нанымызды онымен жаймаймыз. Осылай жайып алғаннан кейін оны суға батырамыз да салмасын салып, қайтадан самсамызды жинаймыз. Дүкендерде, көшелерде және базарларға барған кезде кішкене ғана дөңгелектерде осындай қатпарлы, қытырлақ болып пісетін самса болып піседі. Дайындап көрсеңіздер болады. Бұл қатпарлы тестаны жасау жолын басқа видеомда көрсетемін сіздерге. Осылай дайындап алғаннан кейін жұмыртқаны жағып шығамыз, және де күнжіт жағамыз. Күнжіт сеуіп шығамыз. Мен бұл жерде күнжітті ұмытып кетіппін. Күнжітті кейіннен алғаннан кейін жұмыртқаны бір жағып, бетіне сеуіп шықтым. Осылай пышный болып, сондай дәмді және де әдемі болып піседі. Жақындарыңызға жасап, осылай қонсаңыздар болады. Қатпарлы, өте дәмді, дәл дөңгешектегі сататын самсалар секілді. Жақындарыңызға жасап беріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сіздермен болған Айтолқын.